Болды, түсіндім. Ай, Сәке, мына үстелдің үстінде тұрған қағаздарды сен әкелдің бе? Бәке. Мына зауыттың қырағымыз қалды бұзылған қоймақ болды. Оны залалы соны жұмыста өктемде жасалған жоқ. Қомақты қажет керек. Сонымен 1 миллиард теңге керек дейсің ғой. Сәке деймді, сол ақша бізде болса не істер едік? Бәке екеуміз Мальдивке барып 5 жылдызды қонағын жалдап демалып келер едік қой. Ай қой, сен өзің қонақ үйге барып жата бер. Мен Сейшел арамнан бір үй алып демаламын. Жеңгеңді Дубайдағы 5 жұлдызды Бурж-аль-Араб қонақ үйіне жіберемін. Соңынан соң кіші қажылыққа бара салар. Сар дейм бәрбәрін саған, әжетқан әлісің. Солай. Қой Сәке, жұмысқа есейік. Сонымен әңгіме түсінікті ғой. Есеп қойсам дұрыстап, жасанды деген қағаздарды ана шуылдап экологтарға тапсыр. Шәуілдеп жатса, ауыздарын ақшамен бас. Болды, жылдағы жыл жүрген түрлік қой. Бұл компанияда шетелге тезді болған қандай жас төлемде төліп тұрған басшылар жоқ. Өзімізгілеріне аузын бір майлап қойсақ бұл. Болды, онда саған сендім. Жақсы хабарлы ғой. Жақсы. Биыл бекіре аз уылдық шашқан, бірақ уылдықтары өз өмірін тоқтатқан. Аққулардың көгілдері де мұнайдың қалдықтарынан уланып өлуде. Аққулардың саны күрт азайып кеткен. Аққулардың көбею процесі баяулауда. Мына мұнайдың жарамсыз майы теңізде шектен тыс көп. Осы маймен байланысқанда аққудың қауырсындары өте ауыр зардап шегеді. Олардың су өткізгіш және де жылу оқшаулағыш қасиеттері жоғалады. Бұл құстардың тез өліміне әкеледі. Мына Пиндерль аймағында құстардың жаппай қырылуы байқалған. Итбалықтарда сондай 3000-ға жуық өлексесі табылған. Олардың әрқайсысын зерттегенде олардан бір белгісіз инфекциялық ауру түрі табылған. Ол өлі жануарлардың тіндерінде ауыр металдар мен тұрақты органикалық ластағыштардың жоғарылаған концентрациясы табылуымен жағдай расталып отыр. Барлығында бір белгісіз инфекциялық ауру әйтеуір. Мынаны жұқпалы деп көрсетті. Алло, бұл экожер зертханасынан мына сіздердің берген мәліметтеріңіз мүлдем сәйкес келмейді. Ендігі індет жұқпалы деп тұр. Теңіздегі тіршілік тоқтайтын түрі бар. Сендерге берген аузластырық аз болды ма? Жап аузын. Бірақ мен сізге ең басында айтайын. Енді қайтайын, маған кім сенеді? Дабыл қағу керек. Марияш, мен саған ең қымбат қонақ үйден орын алып қойдым. Барып демалып келсең болады. Мен өз жұмыстармен кейінірек барам. Мына Каспийге қарашы алдымен. Мен өзіміздің Каспийге ғашық болып қалған сияқтымын. Қайта түсінмеден. Мүмкін сен маған қаланың әрірақ жерінен вилла алып берсең қайтер? Өзім бір шеке түсіп жүрейін деп едім. Марияш, саған не болған? Өзіміздің Каспийімізге жабысып қалсын. Әлде саған қара теңізге апарайын ба? Жоқ. Одан да былай жасайық. Мен сен келгенше осында бола тұрайын. Сосын сен келгенде бірге Дубайға бара салсақ. Әлде Сейшелге барамыз ба? Міне яқтаға да жеттік, жүр мінейік. Майра, не болды? Жетер жарты! Майра, тұрш! Майра, не болды саған? Майра. Аллам, сәбиме ғұмыр берші. Мен саған уәде берем, балапаным-ау. Егер сен дүниеге келсең, мен саған барлық жақсылықты көрсетем. Өтінем, тек дүниеге келші. Сенің ғұмырың ұзақ болсыншы. Айдың сәулесін, айды күнді дүниені көрші. Өтінем. Мен саған барлық жақсылықты жасауға дайынмын. Тек өмірге келші, өтінем. Майра, саған не болды? Сенің барлық сынамаларыңды шетелге жіберді. 2 ай болды. Диагнозың да табылмай жатыр. Тек болашақ сәбиімізге қауіп төніп тұр дейді. Біз сәбиімізді қанша уақыт күттік. Тек
Аман болыңдаршы. Менің сендерден басқа ешбір жақыным жоқ. Бірге, Майрам жағдай алайын. Жүріңіз, асықпай шықпай әңгімелесейік. Бәке, мені тыңдаңыз. Бұл әдеттегі дерт емес. Әлемнің ең мықты, білікті деген экологтар мен мамандар жиналып, бұл аурудың нәтижесінде қолдан жасалғанын анықтады. Бұнымен алғашында жануарлар мен өсімдіктер ауырған. Тек кейін ғана адамдарға жұға бастаған. Ең қиыны бұл өте жұқпалы індет. Ал біздің мемлекетте бұны емдейтін медицинаның қауқары жоқ. Енді не істейміз? Менде ақша бар. Дұрыс клиниканы атаңыз. Бұл жерде ешқандай да ақша шешпейді. Науқасты емдеу үшін кем дегенде 2 миллиард теңге қажет. Ал бүкіл ағзасын ауыстыру керек. Ал сіздің сәбиіңіздің өмірі тоқтатылады. Немене? Дәрігерсің бақ, не деп айтып отырсың? Сіз менің жағамда алғанша, одан да табиғатқа немқұрайлы қараған, теңізге артық қалдықтарды көп төккен, заводтарға бөлінген ақшаға аш шиіп өрдей басын сұққан ағалар жағасынан алыңыз. Неге? Неге? Бүкіл әлем қазақ азаматына таңғалуда. Неге десеңіз, Forbes тізімінен көрінетін Бекен Жақсылықұлы барлық акцияларын, шетелдегі баспаналарын, тіпті өзінің тұрған үйінде сатып, теңіз суын тазартатын ірі қондырғылар, сүзгілер орнатуда. Әр аймаққа қоқысты залалсыздандыру орталықтар ашуда. Зертханаларды қаржыландырып, қорғауға алынған науқастардың көбеюіне жағдай жасап жатыр. Өзі сұхбат беруден бас тартқан себебі Бекен мырзаның жұмыс орны теңіз жағалауы мен қарапайым көшелер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, Толық мырза. Қалайсыз? Шүкір, жақсы. Бәке, сізбен кездесудің ретін таба алмай жүр едім. Арнайы рахметімді айтамын. Сіздің арқаңызда теңізде тіршілік қайтадан өрши бастады. Аққулар, итбалықтар, бекіре балықтары өз өмірін қайтадан жалғастыруда. Дұрыс айтасың. Рахмет енді. Мен бірақ табиғаттың құтқарушы емеспін. Жай ғана өз өмірінен сабақ алған пендемін. Тіршілік иесінің ең жанды жері ұрпақ. Ұрпағымыз үзілмесін айналайын. Мына жер анаға барлығы сыяды. Тек бірімізге зиянсыз тигізсек болды.